Көк шайдың пайдасы қандай? Көк шайдың денсаулыққа пайдасын жапондықтар мен қытайлықтар бірнеше жыл бұрын білген. Жұпар иісті сусын ағзамызға, сымбатымызға қаншалықты пайдалы? Бірінші, ол мықты антиоксидант. Құрамында EGCG атты мықты антиоксидант онкологиялық аурулардың алдын алады. Артық салмақтан арылтады. Көк шайды жиі ішіп тұрсаңыз, ағзаның асқорыту қызметі жақсартады. Сондай-ақ, іштегі майды кетіретін қасиеті тағы да бар. Құрамында ақуыз мол болғандықтан өте тойымды сусын саналады. Өмірді ұзартады. Жүрек тамыр ауруларын алдын алғыңыз келсе, көк шай ішіңіз. Сонымен қатар, ол бүйректі сыртқы факторлардың әсерінен қорғайды. Холестерин деңгейін төмендетеді. Көк шай ағзадағы жаман холестеринді азайтып, жақсысын арттырады. Зерттеу нәтижесіне сүйенетін болсақ, күнде көк шай ішетін адамдардың ағзасында холестерин құрамы әлдеқайда аз болады. Теріге күтім жасайды. Көк шай теріні жақсы ылғалдандырып, жаңартады. Құрамында катехин мол болғандықтан терінің ескіруіне жол бермейді. Ал полифенолдары теріні созылғыш етіп, ультрафиолет сәулелерінен қорғайды. Тіске күтім жасайды. Тісіңіз жиі ауыратын болса, көк шайды жиірек ішуіңіз керек. Ол қызыл еттің ісінуін басып, тістің бұзылуына жол бермейді. Сондай-ақ, кариестің алдын алады. Есте сақтау қабілеті жақсартады. Көк шай есте сақтау қабілетін жақсартып, зеректікті арттырады. Ол құрамындағы полифенол мен катехиннің арқасында болатын нәтиже. Себебі, олар ми жасушаларының бұзылуына әсер ететін бос радикалдарға төтеп бере алатын мықты антиоксиданттар болып келеді. Пайдалы кеңес ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround